Бәріне сәлем оқушылар, бүгін сіздермен English Plus-тан workbook-ның 26-шы бетіндегі Animal Behavior тақырыбын талқылайтын боламыз. Каналға бірден тіркел, комментарийге рахмет деп жаз, себебі мына жақта енді видеолар өте көп болады. Сондықтан каналға тек қана тіркеліп, лайк басып, комментарий жазған оқушыларға ғана көрінетіндей қылып қоямын видеоларды. Сонымен бастаймыз. Бірінші тапсырмада мына жерден 11 немесе одан да көп сөзді табуымыз қажетна. Ненің ішіне, кроссвордтың ішіне бірге тауып көрейік. Міне мысалға protect деген сөз шықты. Қорғау деген hide, жасырыну деген сөз шықты. Мына жерде міне chase, аңду деген сөз шықты. Мына жерде catch, ұстау деген сөз шықты. Мына жерде hunt деген сөз шығыпты. Мына жерде dig, қазу деген сөз шығыпты. Мына жерде қарайық, бар ма екен тағы да сөздер іздеп көрейік. Міне feed деген сөз шықты. Тағы көрейік, fight деген сөз шықты. Тағы міне тағы да балалар қарап көрсіндер, міне build деген сөз шықты. Мен қанша сөз шығып тұр екен, көрейік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Міне мынаны қосқан кезде 11 сөз шығып, міне fight шықты, hunt шықты, build шықты, help шықты, dig шықты, catch шықты, chase бар екен, eat бар екен, hide бар, feed бар, protect бар. Енді chase деген сөзбенен eat деген сөзді іздеп көрейік. It деген сөз осы жерлерде болу керек деп ойлаймын. It деген сөзіміз табылды. Енді соңғы сөз, аман chase де тауып қойдым балалардың. Chase деген сөз де табылды. Барлығы толық табылды. Енді екінші тапсырмаға келдік. Бір-бірімен сәйкестендіру қажет. Мен бұны тез оқи салайын. 1-де B болады, 2-де D болады, 3-де E болады, 4-де C болады, 5-де F болады, 6-да G болады, 7-де E болады. Үшінші тапсырмада мына текстке мұқият қараймыз да, мына бокстағы тұрған сөздерді бос орындарға қоюымыз қажет. Бастайық. Мінекей. The Tianshan brown bears of Kazakhstan aren't dangerous and they don't usually chase or attack people. Яғни Тяньшанның қоңыр аюлары Қазақстанда қауіпті емес, және де ол әдетте аңдымайды және атаковать етпейді адамдарды. Bears are quiet animals. When they see people, they sometimes hide in the trees. Олар өте тыныш жануарлар, және де ол адамдарды көрген кезде кейде тығылып қалады ағаштарға. Bears eat a lot of every day, especially plants and insects. Яғни бұлар жейді күніне, нақтылап айтсақ, өсімдіктер мен жәндіктерді жейді екен. Олар they often dig holes and look for insects. Яғни олар жиі қазып, тесіктер қазып және де іздейді шыбын-шіркей жәндіктерді. 4. Catch болады. Bears are also like the water. They sometimes swim in the rivers and catch fish in their big mouths. Яғни олар суды да жақсы көреді, және кейде олар өзендерде шомылып, өзендерде жүзіп, ұстайды балықтарды өздерінің үлкен ауыздарымен. 5-те feed болады, 6-да protect. 5-те brown bears have babies every year. Their mothers feed the babies on milk and later on insects. Яғни қоңыр аюлар әр жылда балалы болады. Олардың анасы тамақтандырады балаларын сүтпенен және кейінірек шыбын-шіркей жәндіктермен. 6. Pollution and construction are changing the habitats of the brown bears. They are now danger. It's important to protect them. Яғни ауа райы менен жағдаяттар өзгергеніне байланысты олардың өсу ортасы, яғни среда обитаниясы қысқарып жатыр, өзгеріп жатыр. Олар қазір қауіпте, бұл маңызды, оларды қорғауымыз дейді. 4-ші тапсырмаға келдік. 4-ші тапсырмада мына жерде берілген суреттерге қара. Енді қай жануар не істеп жатырғанын айт дейді. Мен мұны жазып қойдым. Crocodile carrying its babies. Яғни крокодил өзінің баласын аузыменен тасып жүр. Seal is swimming in the ocean. Яғни итбалық жүзіп жатыр мұхитта.
Falcon is flying in the sky. Яғни мынау сұңқар ұшып жатыр аспанда. Жалпы балалар сабақ ұнаса каналға тіркел, комментарийге рахмет деп жаз. Мына жақта енді жауаптар өте көп болады. Сондықтан комментарийге рахмет деп жазуды ұмытпа. Goodbye, have a nice day.